Қайырлы кеш, құрметті өнерсүйер қауым, құрметті жерлестер, құрметті бүгінгі біздің Шежірелі Шет ауданына арнайы ат басын бұрып келген біздің әкелеріміз, біздің аналарымыз, жалпы Ақниет ансамблі. Қош келдіңіздер. Бүгін шынымен риясыз бір тамаша өнердің кеші, рухани, бай концерт болды деп есептеймін. Бүгін біздің мәдениет үйінде шынымен бір жақсы демалыс болды сіздер үшін. Әннің естісі бар, есері бар дейді, құлақтың кесері бар дейді. Бүгін шынайы заманнан жылдан жылға іріктеліп, сұрыпталып шыққан керемет есті әндерді сахнадан күйімен, әнін бұл жерде тек қана өнер емес, сіздердің рухани байлықтарыңызды көре алдық. Менің ойымша, осында отырған үлкендеріміз, ақжаулықты аналарымыз, әкелеріміз және жастарымыздың өзі бір тамаша тәрбие көрді деп ойлаймын. Мына өнерде жас деген болмайды. Өнер деген тіл мен ұлтқа бөлінбейді. Өнер деген барлық әлемге ортақ. Міне, дәл осы сөзді өздеріңіз бүгін келі сахнада тұрып дәлелдеп бердіңіздер. Базардан келе жатқандар мен базарға бара жатқандар кездесті деген осында. Өмірдің базарынан келе жатып, базарға бара жатқан жастарға дәлелдеп кеттіңіздер. Енді құрметті әкелер, аналар, шынымен қуанып тұрмыз, бір жақсы демалдық. Енді осы орайда мен алғыс хатты өздеріңізге табыс етсем деп отырмын. Алғыс хат құрметті Ақниет ардагерлер ансамбль мүшелері. Шет ауданы әкімдігі сіздерге еліміздің мәдени және рухани өмірін дамытуға абыройлы еңбектеріңіз үшін шынайы ризашылығын білдіреді. Ақниет ардагерлер ансамблі көп жылдар бері халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп, сахнада шынайы шабыт пен биік кәсібилікті паш етіп келеді. Бүгінгі кеш барысында сахна төрінен төгілген ән мен күй, бұл тек өнер ғана емес, бұл жүректен шыққан елге деген махаббат, өмірге деген құштарлық, бірліктің, татулықтың белгісі. Әрбір шығармашылық нөмірлеріңіз аудан тұрғындарының қуаныш сыйлап, өмірге деген сеніммен жігер ұялатты. Сіздерге зор денсаулық, шығармашылық шабыт, отбасыларыңызға амандық пен бақ береке тілейміз. Еңбектеріңіз жана берсін, өнер жолындағы жетістіктерін көбейе берсін. Шет аудан әкімінің міндетін атқарушы Кәрсенбаев. Өзіңізге табыс етсем. Және енді біздің Шет ауданынан бір өздеріңізге естелік болсын деп, Шет аудан логотипімен осындай бір статуэттен табыс етсем. Және енді наш шоқтығын қабылдаймыз. Құрметті ағайын, шынымен жаңа айтып жатырмыз ғой, бір тамаша өнер болды деп, өте қатты қуанып тұрмыз. Енді әр адамның көйлегі өзіне жақын дейді ғой. Концерт барысында байқадық, алтын анамызды да еске алып жатсыздар. Әрине, орнына бар, оланар енді бүгін осы ортада өздеріңіз барсыздар. Өздеріңіз осылай жүре беріңіздер, қартаймаңыздар, жасара беріңіздер. Сіздер де біздей болғансыздар. Енді Алла нәсіп етсе, біз де сіздердей бола білейік. Сонымен тілеймін. Рахмет. Құрметті ағайын, қадірменді ардагерлер, өнерсүйер қауым. Мен өзімді таныстырып кетсем, жаңағы айтып жатқан Алтын апамыздың балаларымыз 60-тың жолдасы боламын. Атым Света. Сіздерге бүгін біз үлкен отбасымыздың атынан алғыс айтқымыз келіп тұр. Мамамыз ортамызға қайтадан келгендей жарқын бейнесі кеудемізде жарқырап, бір ерекше сезімге бөленіп тұрмыз, өте қатты толқыттымыз. Сіздерге үлкен рахмет. Ансамбльдеріңіз биыл 5 жыл толып жатыр екен. Сол ансамбльдің басы мамамыз
басы қасында жүріп, қалай құрылғаны бәрі біздің семьямызда үлкен сондай соған куә болғанбыз. Енді мамамызды айтатын болсақ, ол кісі 45 жыл Ақтоғай ауданында педиатр дәрігер болып жұмыс жасады. Мамамыздың қолынан қаншама бала шипа алып, қаншама ананың жүрегіне үміт сыйлады. Сонымен қоса ол кісі керемет әнді, өнерді жан-тәнімен жақсы көрді. Сол тоқырау тоқындары ансамблі құрылғаннан бастап сол ансамбльдің бір мүшесі болды. Одан кейін қалаға көшіп келгеннен кейін достық үйінен құрылған Ақниет ансамблінде өзі белсене өнер көрсетті. Сол бүгін анамызды еске алып жатқандарыңызға сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Енді 2020 жылы анамыз бен әкемізді бірдей ковид алып кетті. Сол бүгін міне осындай концерт қойып, осындай жұртшылықтың жақсы ықыласына бөленіп жатсыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Енді сіздерге біз өзіміздің отбасымыздың атынан осы ансамбльді бастап келген Күліш тәтемізге шапан мен орамал жапқымыз келеді. Және де ансамбльге ақшалай кішігірім сыйлығымыз бар. Соны қабыл алыңыздар. Әрқашанда жастарыңыз ұзақ болсын, денелеріңіз сау болсын, ансамбльдеріңіздің әндері әрі қарай шабыттай берсін. Үлкен рахмет басымызға. Құрметті қалайық, біз де толқып тұрмыз. Шей толқытқан, көңіл толқытқан, сонымен бірге ән шалқытқан, күй төгілткен кеш болды. Сіздерге ықыласыңыз ерекше. Бұл қазақты өлтірмей алып кеткен, алып келе жатқан, мың өлтіріп, мың тірілткен өнер. Өнер сүйер қауым, өнер сүйетін халық екенсіздер. Ақтоғай мен Аюлы бір-біріне бауырласқан, туғаннан көп бауырласқан екі ел, бірақ ел болған бір кезде. Сондықтан біздің алғысымыз сіздерге шексіз. Қанша уақыттарыңызды бөліп, сіздердің жүздеріңіздегі қуаныш біздің көңілімізге күлекті. Біз тура бір 10-20 жасқа жасар, тағы да шабыттан енді қай жаққа кетіп қалсақ екен деп, сондай қанаттанып қарап жатырмыз.